Баршаңызға сәлем достар. С витамині немесе аскорбин қышқылы жүйке және жүрек-қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Ағзада С витаминінің мөлшері жеткілікті болғанда, ағзаны вирустық аурулардан қорғап, қан түзілу процесін қалпына келтіреді. Темірдің сіңірілуін жақсартады. Зат алмасуды дұрыстайды. Сондай-ақ қандағы холестерин деңгейін бір қалыпта ұстап тұрады. С витаминінің бұдан өзге де пайдасы жайлы білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Нутрициологтардың айтуынша, аскорбин қышқылы ағзада коллаген өндірісіне, жаралардың тез жазылуына, сондай-ақ сүйектер мен тістердің сау болуына қатысып, қартаюдың алдын алады. Сондай-ақ С дәруменін дәрігерлер көру қабілеті нашарлағанда, жоғары қан қысымында, жүрек жеткіліксіздігі мен онкологиялық аурулардың алдын алу үшін тағайындайды. Темекі шегетін адамдарда С витаминінің дефициті міндетті түрде болады. Егер адам күніне бір темекі шегетін болса, ағзадан 25 мг С дәрумені шығарылып отырады. Сондықтан оның орнын күнделікті толтырып отыру қажет. Теріңіздің мінсіз болғанын қаласаңыз, С дәрумені тұтынуды қолға алыңыз. Өйткені ол күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Терінің қартаюын бәсеңдетіп, жылтыр әрі тегіс болуына көмектеседі, әрі теріні түрлі акнелер мен пигментациядан қорғайды. Жүктілік кезінде де С дәрумені тұтынудың пайдасы мол. Мезгілінен бұрын босанудың алдын алады. Сондай-ақ баланың құрсақ ішінде дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. С дәрумені тек дәрігердің тағайындауымен қабылдау қажет. Видео пайдалы болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.